Баршаңызға сәлем, сіздер мен Луиза. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен долма тамағының рецептісіменен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде менің рецептімменен дайындап көріңіздер. Өте керемет дәмді болып шығады, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Бізге ең қажетті ингредиенттердің бірі ол жүзім жапырақтары. Жүзім жапырақтарын свежий күйінде немесе осындай банкада, баклажкада да сақталған күйінде де қолдансаңыздар болады. Енді жапырақтарымызды осылай арасын ашып, қайнаған су құйып 2-3 минутқа қалдырамыз. Долмамыздың начинкасы үшін бізге 2-3 дана пияз қажет болады. Пиязымызды майдалап, ұсақтап турап аламыз. Ендігі кезекте бізге фарш қажет болады. Ол үшін 500 грамм етті осындай ет тартқышты немесе блендерменен жақсылап майдалап аламыз. Салмаларымызды енді қуырып аламыз. Ол үшін қызып тұрған табамызға сұйық майды құйып, туралған пияздарымызды салып, жақсылап қызартырып қуырып аламыз. Пиязды қызартып қуырғаннан соң бір ас қасық томатымызды салып, жақсылап араластырамыз. Пиязымыз әдемі қызарып қуырылды. Енді оның үстіне тартылған етімізді қосып қуырамыз. Етті бұл жерде біз ұзақ қуырмаймыз, піскенше қуырылмаймыз. 1-2 минут қана қуырсақ жеткілікті. Бір дана ұсақтап турап алынған қызанағымызды салып араластырамыз және дәміне қарай тұз бұрышын қосамыз. Менде 1 ас қасық тұз, етке арналған кез келген дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Мен қара бұрыш, паприка және хмели сунели қостым. Негізі долма тамағының дәмді болып шығуы осы пиязбенен тартылған еттің қуырылып жасалуында. Ендігі кезекте 1 стакан күрішімізді сумен жақсылап жуып, шайқалап аламыз. Жуылған күрішімізді қуырылған салмамызға саламыз да 1-2 минут тағы да бұқтырып аламыз. Енді долмаларымызды дайындаймыз. Ол үшін жапырақтарымызды жылтыр жағын төменге қаратып, ішіне начинка салып, осылай видеодағыдай түйіп шығамыз. Жүзім жапырақтарымызға 1 шай қасықтан салмамызды салып отырып, осылай видеодағыдай түйіп шығамыз. Енді барлық долмаларды қазанымызға бір келпе етіп тақтап шығамыз. Жапырақты ораған кезде түбін жерге қаратып қойыңыздар, сонда жапырақтарымыз ашылып кетпейді. Осылай 1 тарелканы қойып, 1 кесе суды құйып, 40 минут жай отта бұқтырып пісіріп аламыз. Міне достар, долмамыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, және де достарыңызбенен бөлісіңіздер. Сіздермен болған Луиза. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.